Сіз білмейсіз, Я только начала учить государственный. маған қазір қылмыстық іс қозғады 174 бабымен, орысша айтқанда анау межнациональная рознь. Ага. У нас разве нет вот своей полиции здесь вот в Павлодаре? Как это работает? Местные государственные органы местного самоуправления, где наравне с государственным языком используется русский. А енді қазақ тіліне қалай? Енді сіз қабылдай алмайсыз ба? Давайте я приглашу сейчас переводчика. Подождете? 5 минут. Жоқ, мен күтпеймін. Саламатсыз ба, кешіріңіз. Сіз қазақ тілі білесіз ба? Қазақ тілі білмейді. Түсірші мына жерде, кім? Бауырым. Менің принцип мынандай: егер сен лауазымда отырсаң, на должности сидишь, я, тем более мемлекеттік қызметкер, сен қазақ тілі, мемлекеттік тілі білу міндетсің, обязан просто знать. Маған бәрібір, тағы да айтамын. Қазақ па, орыс па, украин ба, шешен ба, татар ма, кәріс па, мен қарамаймын. Мен адамдарды ұлтқа бөлінбеймін. Бірақ егер сен кабинетте отырсам, біздің салықтардан айлық алады, дұрыс па? Біз салық төлейміз. Поэтому біздің құқығымыз бар. Біз айттық, мы все равно будем өзінің орнында тұрамыз. Мемлекеттік тілінде сұрап, бізге жауап берген жоқ олар. Сосын бізге арыздар жазды. Здесь стоит флаг СССР. Хочу задать вопрос, по какой причине? Мы что, в СССР, что ли? Где